Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Естаева Ұлыбек. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын ірімшіктің рецептімен бөлісетін боламын. Достар, ең алдымен сіздерден қолдау күтемін. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Барлық қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Бұл ірімшіктің құрамының барлығы табиғи өнім. Яғни үй жағдайында да ірімшік жасап көруге болады. Бар болғаны 3 заттан ірімшік жасайтын боламыз. Ең алдымен қазанымызға 3 литр сүт құятын боламыз. Достар, сіздер ірімшікті көп қалсаңыздар, 3 литрден де көп сүт құйып жасасаңыздар болады. Немесе аз жасайтын болсаңыздар, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сүттерді құятын боласыздар. Ескертетін жағдай, қазанның асты міндетті түрде қалың болуы қажет. Себебі біздің ірімшігіміз көп қайнайтын болғандықтан қазанның түбі жұқа болса жабысып қалады. Сол үшін де қазан қалың болу қажет, яғни қазанның түбі қалың болу керек. Сүтіміздің барлығын құйып болғаннан кейін крышкасын жауып қоймамыз. Бірер минут қалғанда үстіне 1 пиала айранымызды құямыз. Айранымызды құйып болғаннан кейін қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Сүтіміз қайнағаннан кейін тағы да қасықтың көмегімен қозғаймыз. Біздің сүтіміз іріп бастайды. Болғаннан соң қазанның крышкасын жауып, оттығымызды азайтып 1,5 сағат қайнатамыз. Сүтіміз қайнап болғаннан кейін үстіне 3 пиала айранымызды құямыз. Айранды құйып болғаннан кейін қазанның крышкасын жауып, оттықты азайтып 2,5 сағатқа қайнататын боламыз. Қайнап жатқан ірімшіктің үстіне 4 пиала қантымызды қосамыз. Достар, егер де сіздер тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, қантты көп қоссаңыздар да болады. Мен өзі орташа нормада қостым. Егер де қанттың көп болған қаламасаңыздар, қантты аз қоссаңыздар да болады. Қантымызды қосып болғаннан кейін қасықтың көмегімен қозғап, крышкасын жауып қоятын боламыз. Мінекей достар, біздің ұзақ қайналған ірімшігіміз дайын болды. Егер де сіздер қатты қызыл болған қаласаңыздар, бұдан да ұзақ уақыт қайнатсаңыздар болады. Ірімшігімізді сары судан ажыратып, дәл осындай видеода көрсетілгендей сүзгіштің көмегімен барлық ірімшікті сүзіп алатын боламыз. Достар, видео ұнап жатса, комментарий бөліміне реакция жіберіп қойыңыздар. Мен күтемін сіздерден. Келесі кезекте жаңа сүзілген ірімшігімізді жуылған орамалға саламыз. Барлығын видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Ірімшіктің барлығын орамалға салып болғаннан кейін тағы да сары суын сығып, орамалымызды түйіншек етіп байлаймыз. Орамалға салынған ірімшігімізді тағы да сығып аламыз, себебі біздің ірімшігіміз біркелкі формада тұруы үшін. Келесі кезекте біздің ірімшігімізді бір ыдысқа салып, үстінен тарелка жауып, үстінен ауыр затпен басып қоясыздар. Біздің ірімшігіміз қатуы үшін. Мінекей біздің ірімшігіміз дайын болды. Үй жағдайында да осындай әдемі ірімшіктер жасауға болады. Достар, мен үй жағдайында жасайтын ірімшікті алғашқы жасауым. Неге сіздерге осындай дәмді, пайдалы өнімді бөліспеске деп арнайы сіздер үшін видео түсірдім. Достар, еңбегімді бағалап кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің көмектеріңіз мен үшін үлкен қолдау болып табылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бізге ас болсын.